Достар, сәлем. Ергитайм YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін Ливерпуль командасы Мадридтік Реалмен Чемпиондар Лигасы аясында бақ сынасады. Бүгінгі влогта осы Ливерпуль қаласының әдемі, осындай тарихи жерлерін көрсетеміз. Энфилд стадионындағы тамаша Еуропа кешінің атмосферасын, коп трибунасында отырған жанкүйерлердің қолдауын сіздерге жеткіземіз деген ниеттеміз. Қазір уақытта міне біз Альберт Док деген жерде тұрмыз. Жалпы осы Ливерпуль қаласы өзінің кеме жасау өнеркәсібімен әйгілі. Альберт Доктың сол кеме жасау өнеркәсібінің жүрегі, тарихы десек те болады. Осы Ливерпуль өңірінің тұрғындарын скаузерлер деп айтады. Скауз дейтін тамақтың атынан шыққан екен. Және де олардың тілдері ағылшын тілінен кішкене өзгешелеу, бір өлеңдетіп естілетін сияқты. Егер де сіз Ливерпульдің бір атақты ойыншыларының ағылшын тілінде сұхбаттарын көрсеңіз, скауз акцентін бірден байқайсыз. Жалпы скаузер адамдар сондай бір көңіл күйлері жоғары, өмірге деген көзқарастары сондай бір қарапайым болып келеді. Эвертонның жанкүйерлері де негізінде скаузерлер. Жалпы осы Ливерпуль клубының тарихы туралы айтсақ, оны Эвертонсыз айта алмаймыз. Себебі кезінде Ливерпуль мен Эвертон бір команда болған. 1882 жылы олар Эвертоннан бөлініп, Энфилд стадионында жаңа клуб құрған болатын. Сондай қызық тарих. Алайда енді сол Эвертон мен Ливерпульдің жанкүйерлері бір-бірінің қас жаулары. Мерсисайдтық дербиді көрсеңіздер, енді оның атмосферасы бір бөлек. Алайда бүгін болатын ойын да ерекше. Өйткені Ливерпуль мен Реал Мадрид қоса санағанда 21 рет Чемпиондар Лигасын алыпты. Яғни 15 рет Реал Мадрид алса, 6 рет осы Мерсисайдтық клуб алған болатын. Және соңғы 2018-2022 жылға Чемпиондар Лигасының финалдарын есіңізге түсірсек, осы Ливерпуль мен Реал ойнаған болады. Сол себептен де бүгінгі ойын өте қызық болады. Топтық кезеңіне қарамастан Ливерпуль мен Реалдың ойыны әрқашанда осындай қызық сәттерге, әдемі футболға толы. Және де сол атмосфераны сіздерге жеткізетін боламыз. Осы ойын алдында жанкүйерлердің назарын аударатын тағы бір факт, ол Трент Александр-Арнольд. Яғни Ливерпуль жанкүйерлерінің Александр Арнольдты қалай қабылдайтын жайлы. Өйткені естеріңізде болса, былтыр Ливерпуль командасымен келісім шартты созбаймын деп Реал сапына ауысқан болатын. Ливерпульдің аңызына айналған Трентті жанкүйерлер ысқырып қуып жіберген болатын. Енді бүгін Трент бірінші рет өзінің үйіне оралып жатыр. Бүгінгі ойыны жанкүйерлердің оның қабылдауы өте бір қызық болайын деп тұр. Осындай тамаша, әдемі жағажаймен қыдырып бара жатырмыз. Негізі осы жағажаймен тікелей жүре берсең, Эвертон командасының стадионы Хилл Диккенсонға жетеді екенсің. Жаңа стадион жайлы естіген боларсыздар. Құны 750 миллион фунт стерлинг тұратын бұл алаңды Эвертон биыл іске қосты. Ал өзінің ескі стадионы Энфилдтың дәл жанында тұрған Гудисон парк алаңын әйелдер құрама командасына беріпті. Сонда өздеріңіз ойлаңыздаршы, Англияның орта бел командасы 750 миллион фунт стерлингке стадион салып, 52 мыңдық, ал 40 мың жанкүйер сиятын стадионын қыздар командасына беріпті. Бұл енді расы керек, мойындауымыз керек. Ағылшын премьер лигасының, ағылшын футболының деңгейін. Енді бүгінгі ойынның алдында командалардың бабына келетін болсақ, Хаби Алонсо шәкірттері бүгінгі ойынның фавориті. Өйткені олар ішкі біріншілікте де, Чемпиондар Лигасында да топ бастап келе жатыр. Ал Ливерпуль командасы болса, Ливерпуль командасы қазір күйзелісте. Соңғы 7 ойынның 6-ын жеңілген болатын. Бұндай антирекорд көп жылдар бойы болмаған. Арне Слоттың командасы міне қазір трансформациялық периодтан өтіп жатыр десек те болады. Дегенмен бұл Чемпиондар Лигасы Энфилдтың Еуропа кештерінде қарсылас командаға жасайтын қысымы жайлы барлық командалар, барлық футболистер айтады. Бұл енді бір өте сондай ерекше футбол алаңы, ерекше жанкүйерлер. Жергілікті
скаузерлер Ливерпуль немесе Эвертон командаларын жанкүйер ретінде өздерін қатты мақтан тұтады. Алайда Ливерпуль тек футболмен ғана әйгілі емес, әлемнің ең мықты бойз бэндтерінің бірі Beatles тобы да Ливерпульдан. Beatles жігіттердің құрметіне осындай статуя қойып қойыпты. Міне Реал Мадридтің жанкүйерлері келіп фотоға түсіп мәз болып жатыр. Жаңбырлы болса да ойын алды атмосферасы тамаша. Қалада Мадридтен келген жанкүйерлер өте көп. Енді бүгін қызық, әдемі футбол болады деген сенімдеміз. Сонымен достар, міне Энфилд стадионына кірдік. Қазір ойынның басталуына жарты сағаттай уақыт қалды. Командалар дайындық үстінде. Қазір соның барлығын сіздерге көрсетеміз. Және де осы біздің орнымыздан ашылатын көріністі де көре жатасыздар. Сонымен достар, міне бірінші тайм аяқталды. Есеп әзірше 0-0. Алайда ойын өте қызық. Энфилд шынымен де қатты қысым көрсетеді екен қонақ командаға. Міне біз осындай Кенни Далглиш атындағы ярустамыз. Көрсеңіздер болады, мен артында қандай көрініс. Тамаша.
Сонымен достар, міне көріп отқандарыңыздай Ливерпуль жеңіске жетті. Есеп 1-0. Макалистер салған гол осы ойынды шешті. Енді бүгінгі ойынды қорытындылай келсе, негізінде мына Энфилдтегі атмосфера енді тамаша екен. Оны сөзбен айтып жеткізуге мүмкін емес. Бүкіл 90 минут жанкүйерлер қатты қолдау көрсетті. Және де осы Реалға қатты қысым көрсетті. Трент Александр-Арнольд шыққан кезде де оны жақсы қарсы алмады, бірақ ол сондай болады екенін білдік. Енді міне бүгінгі блогты көргендеріңізге рахмет. Лайк қойып пікір жазып кетіңіздер. Келесі қай стадионды барып түсірейік? Ергитайм YouTube арнасында Англиядан тамаша футбол блогтары.